Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз міне 6-шы сабағымызға да келіп жеттік. Біз болымсыз сөйлемдерді үйреніп жатырмыз. Естеріңізде болса, біз алдыңғы сабағымызда I, you, we, they болған кезде болымсыз сөйлем қалай болатынын құрап үйренген болатымыз. Міне I, you, we, they осыған do not дегенді қойып, қысқаша don't деп айтамыз. Don't және қосу verb деп осылай болымсыз сөйлемді құраған болатынбыз. Ал енді балалар мұқият қараңыздар. Бүгін біз енді he, she, it осылармен жұмыс жасайтын боламыз. He, she, it болған кезде хабарлы сөйлемді құрау үшін біз алдында қалай айтқан болатынбыз? He, she, it болған кезде he, she, it-қа verb қосылады. Оған тағыда не қосылады дегеніміз s қосылады деп айтқан болатынбыз. Мысалы, he plays, she plays, it plays деп айтқан болатынбыз. Одан кейін біз сұраулы сөйлемді үйренген болатынбыз. Сұраулы сөйлем болу үшін біз алдына do қоямыз да, мына s әріпті мына жақтан алып тастаймыз. Яғни ол s әріп қайда кетеді? Мына do-ға es болып жалғанып кетеді деп айтқан болатынбыз. Яғни сол кезде does қосылған he, she, it қосылған verb болады. Сол кезде біз сұраулы сөйлем болады деп айтқан болатынбыз. Естерінде болса, s әрпі не үшін мына жерге es болып келеді? Неге s болып қосылмайды? Балалар қараңыздар, осындай мына o деген сияқты тағы да бір 4-5 әріп бар, который сол әріптерден кейін s жалғыз s болып қосыла алмайды. Яғни es болып қосылу керек болатын осындай тағы да 4-5 әріптер бар. Ол әріптер жайлы біз болашақта сабақтарымызда өтетін боламыз. Қазір тек қана осының қалай сұраулы сөйлем, қалай болымсыз жасау керек екенін үйреніп алайық. Сонымен does болады, does, he, she, it және verb. Сол кезде бізде не болады дедік? Сұраулы сөйлем болады дедік. Ал енді болымсыз сөйлем болу үшін не істейміз дедік? Біз I, you, we, they болған кезде етістіктің алдына не қоямыз дедік? Do not дегенді қоямыз дедік. Қысқаша don't болатын. Тура солай осы жерде де біз етістіктің алдына нені қояды екенбіз? Етістіктің алдына мына уже сұраулы сөйлем болмайтын болғандықтан мына does-ды алып тастаймыз да, does-ды осы жаққа алып келеміз. Міне, вырезать деп алайын, міне, өшірдім да, мына жаққа вставить деп қояйын. Сол кезде не шығады? Does. Бұл уже кішкентай әріп болады. He, she, it қосу does, бірақ болымсыз болғандықтан бұл жерге не қою керек? Not қою керек. Does not, содан кейін барып етістік. Сол кезде бізде не шығады балалар? Болымсыз сөйлем шығады. Яғни ол жасамайды. Does деген істейді деген алдында айтқан болатынбыз. Істейді ма деген, бірінші тұрған кезде істейді ма деген сұрақ болса, мына жерде does жасау, not кері сөзді білдіретін сөз, not, не делает деген мағынада білдіреді. Сонда does not, мысалы play болса, does not play болады. Сонда ойнамайды дегенде білдіреді. Ол ойнамайды дегенде береді. Бірақ бұл жерде де біз, қараңыздар балалар, қысқартып айтуымыз қажет. Ағылшындар көп жағдайда бұның барлығын does not деп жазып отырмайды. Айтқан кезде не деп айтып кетеді? Doesn't деп. Мына екеуісін қосамыз, does not-ты бірге қосамыз. Содан кейін мына o-дің орнына апостроф қоя саламыз. Жазған кезде апостроф қоямыз, оқыған кезде doesn't. Мынау don't, мынау doesn't. Сонда he, she, it қосу doesn't, қосу verb. Сол кезде бізде не шығады екен? Болымсыз сөйлем шығады екен. Олай болса, бірінші сөйлемімізден бастап аудара бастайық. Бірінші сөйлем бізде не екен? Ол кеш тұрмайды. Қалай болады? He
тұрмайды. He gets up деп етістікті болымды қылып айтатын болса, he gets up болады. Ал тұрмайды деген he doesn't. Бұл жерде уже s әріпі қосылмайды. Көрдіңіздер ме? Уже s әріпі қайда кіріп кетті? Мынау does деген сөзге кіріп кетті. Сол үшін s әріпін қоймаймыз. He doesn't get up late. Ол кеш тұрмайды. He doesn't get up late. Келесі сөйлеміміз бізде. Осының жауабын ары қарай жалғасын айтайық, Ол кеш тұрмайды, жалғастырайық. Ол ерте тұрады. Ол кеш тұрмайды, ол ерте тұрады. Жалғасы болса мына бір деп неғылмай қояйық. Осының ары қарай жаза берейік, Ол ерте тұрады. He, енді қараңыздар. Бұл жерде уже болымды сөйлем кетіп баратыр, He болымды сөйлем болған кезде біз етістікке не қосушы едік? S әріпін қосуды ұмытпаңыздар, He болғандықтан S әріп міндетті түрде. He gets up late. He gets up late. Ол ерте. Кешіріңіздер. He doesn't get up late. Ол кеш тұрмайды. He gets up early. Ол ерте тұрады. Міне осындай бүгін балалар уже екі сөйлемнен жазатын боламыз. Ақырын өстіп мәтінге көшеміз. Сонымен келесі екі сөйлеміміз қандай болады екен? Ол Америкада тұрмайды. Қыз бала, ол Америкада тұрмайды. Қыз бала деген ол. She doesn't тұрмайды, Doesn't дегенді жазып аламыз бірінші. Doesn't true live Америкада. Мына жерде қандай сөз болу керек, балалар? Америкада дегенді білдіру үшін, Жай ғана Америка деп айтатын болсақ, ол бүйтіп жазамыз. Америка. Бірақ Америкада in America болады, She doesn't live in America. She doesn't live in America. Ол қайда тұрады екен? Ол Англияда тұрады. She тұрады. Мына жерде уже doesn't болмайды. Біз наоборот болымды айтып отырмыз, тұрады. She live S әрпін ұмытпаймыз, She болған кезде болымды. She lives in England. Балалар, көп жағдайда мен байқап жүрмін, кейбір балалар мына English, England деген сөздерді бірінші деп English деп айтып жатсыңдар. Бұл ағылшын тілінде бұл деген әріп. Бұл жерде England деп оқыңдар, English деген кезде де English деп айтыңдар. She doesn't live in America, she lives in England. Ол Америкада тұрмайды, ол Англияда тұрады. Үшінші сөйлеміміз, ол мороженое жегісі келмейді. Орысша айтқан кезде. Он не хочет мороженое. Ол мороженое қаламайды, былайша айтқан кезде, He doesn't қалау бізде. Want балмұздақ бізде. Қараңыздар. Балмұздақ бізде не еді? Зат есім, Ice cream, бірақ мына жерде не болу керек? Зат есім болғандықтан артикль болу керек, Қандай артикль? An деген артикль болу керек. Неге? Себебі бізде I әріпі дауысты болғандықтан бізде N болады, Дауыссыз болса болады, дауысты болса N деген артикль қоямыз. Сонда he doesn't want an ice cream. Ол балмұздақ жегісі келмейді. Ол не жегісі келеді екен? Ол шоколад жегісі келеді екен. Бұл жерде уже ары қарай жалғасы болымды сөйлем болып кетеді. He wants, болымды сөйлем болған кезде біз айттық, He, she, it қосу verb, қосу s хабарлы сөйлем айту үшін, сондықтан he wants chocolate. Chocolate'тің алдында не үшін артикль тұрған жоқ, балалар? Неге chocolate деп айтпаймыз? Неге мына жерде an ice cream деп айтамыз да? Неге мына жерде chocolate деп айтпаймыз?
Неге? Себебі шоколад ол саналмайды екен. Жалпы шоколадтың өзін біз бір шоколад, екі шоколад деп санай алмайды екенбіз. Ол саналатын заттарға жатпайды екен. Шоколадты біз санай аламыз қай кезде? Жеке бір пачкамен санай алады екенбіз. Пачкамен санай аламыз, плитка деп санай аламыз. Дайте бір плитка шоколад, бір пачка шоколад деген сияқты солай санай аламыз. Жалпы өзі ол шоколад жасалған кезде ол сұйық зат болып ағатын нәрсе болғандықтан бұл саналмайды. Май сияқты саналмайтын заттарға жатады. Сол үшін алдына артикль қоймайды екенбіз. Осыны балалар ұмытпаңдар. Келесі сөйлеміміз бізде ол телевизор көрмейді. Алдыңғы сабақта өткен болатымыз, бірақ ол жерде біз олар деп айтқан болатымыз. Бұл жерде енді he-ді алып отырмыз. He doesn't watch TV. Неге? Себебі because he жоқ, уақыты жоқ, He doesn't have бос уақыт деген алдыңғы сабақта. Білесіңдер ме? Free time. He doesn't watch TV because he doesn't have free time. Ол телевизор көрмейді, себебі оның бос уақыты жоқ. Екеуі қандай сөйлем? Екеуі болымсыз сөйлем, Келесі. Ол тез оқымайды. She doesn't оқу деген, яғни кітап, журнал оқу бізде қалай еді? Read. She doesn't read tez, fast. She doesn't read fast. Ол тез оқымайды. Ол қалай оқиды екен? Ол жай оқиды. Келесі, керісінше болымды сөйлем. She болымды сөйлем болған кезде мына жерде s-ті ұмытпаймыз. She reads slowly. Slowly деген бізде жай. Орысша айтқан кезде медленно, Орысша аударатын болсақ, она не читает быстро, она читает медленно болады. Ол тез оқымайды, ол жай оқиды, ақырын оқиды. Келесі, 6-шы сөйлеміміз. Осы 6-шы сөйлеміміз. Ол ағылшынша еркін сөйлемейді. Осын жазып көрейік, Еркін деген біз уже өткен болатымыз, таныс сендерге, He doesn't сөйлемейді дедік, Speak English еркін fluently. He doesn't speak English fluently. Ол ағылшынша еркін сөйлемейді, бірақ ол қазақша еркін сөйлейді. Бірақ ол қазақша еркін сөйлейді. Бірақ деген бізде қалай болады екен? But he speaks. S-ті ұмытпаңдар. But he speaks fluently. Сонда не шықты балалар? Ол ағылшынша еркін сөйлемейді, doesn't speak. Бірақ ол қазақша еркін сөйлейді. He speaks fluently. Неге? Себебі ол қазақ, Ол жақсы жүзбейді. She doesn't жүзу деген swim well. Ол жақсы жүзбейді. She doesn't swim well. Ол нашар жүзеді. She swims
badly. She swims badly. Ол нашар жүзеді. Міне қараңыздар балалар, иә, мына жерде болымды болып айтқан кезде біз s қойдық. She swims badly. Бірақ болымсыз айтқан кезде s қайда кетіп қалды? Мына does деген doға қосылып кетті, иә. Сол үшін мына жерден s-ті алып тастадық. Сонда she doesn't swim well. Бірақ болымды болып айтқан кезде she swims badly деп айтады екенбіз. Келесі 8-ші сөйлеміміз бұл қызықты сияқты емес. Қызықты сияқты емес. Біз алдына қызықты сияқты дегенде it seems interesting деп айтатымыз, иә. Енді it doesn't seem деп айтады екенбіз енді. It doesn't seem енді сияқты емес. It doesn't seem сияқты емес. Қандай сияқты емес? Қызықты сияқты емес. Interesting. Интересный. Орысша келеді, кішкене. Интересный деген interesting. It doesn't seem interesting. It doesn't seem interesting, кешіріңдер. Бұл қызықсыз, бұл қызықты сияқты емес. Бұл қызықсыз сияқты. Болымды сөйлемінде it seems қызықсыз деген boring. Бұл қызықты сияқты емес, бұл қызықсыз сияқты. Это не кажется интересным, это кажется скучным. Орысша айтқан кезде. Тендерге түсінікті болу үшін балалар екі тілді де айтып отырам. Ол қытайша үйреніп жүрген жоқ. He doesn't үйрену деген бізде балалар қалай еді? Learn. He doesn't learn қытайша деді, иә? Chinese. He doesn't learn Chinese. Ол қытайша үйреніп жүрген жоқ. Бірақ ол ағылшынша үйреніп жүр. Бірақ деген қалай болады бізде? Бірақ деген. But he ол үйреніп жүр. Бұл жерде уже s әріпін қосамыз. Болымды сөйлем, иә? He, she, it қосу verb, қосу s болады, иә? Хабарлы сөйлем. He doesn't learn Chinese, but he learns English. Ол Қытай тілін үйреніп жүрген жоқ, бірақ ол ағылшын тілін үйреніп жүр. Зато ол ағылшын тілін үйреніп жүр. Он не изучает китайский, но, бірақ деген но, он изучает английский. Келесі сөйлеміз. Қар жаумайды. Қар жаумайды. It doesn't. It doesn't snow. Қар жаумайды деп. Қай кезде айтамыз, балалар? Қар жаумайды деп, мысалы, кейбір қыс болмайтын мемлекеттер бар, иә? Араб мемлекеттері, Африка мемлекеттерінің ортасында, мысалы, қыс болмайтын жерлер бар, иә? Сол жерлерде мүлдем қар жаумайды екен. Мысалы, сол қалаларда қар жаумайды деп қалай айтады екенбіз? It doesn't snow. Қар жаумайды деп айтады екенбіз. Бұл ойлақамаңдар, ертең қар жаумайды деген мағынада емес, жалпы сол өңірде, сол қалада қар жаумайды деген мағынаны білдіреді екен. It doesn't snow. Қар жаумайды, жаңбыр жауады. It rains. Мысалы, араб мемлекеттерінде қар жаумайды, бірақ жаңбыр жауып тұрады. It doesn't snow, but it rains. Бірақ жаңбыр жауады. It rains. Бұл жерде де жаңбыр жауады деген кезде, мысалы, ауа райы болжап, мысалы, қазір 2 сағаттан кейін бүгін түнде жаңбыр жауады деген мағынаны білдірмейді. Жалпы бір қалада, бір өңірде жаңбырдың жауатыны, жаумайтыны жайлы айтылады екен осы present simple уақытысымен. Келесі сөйлеміміз, бұл жақсы жұмыс жасамайды. Бұл деп бір затты айтуға болады, мысалы, телефонды айтуға болады, компьютерді айтуға болады, бір техниканы айтуға болады. Сонымен, ол жақсы жұмыс жасамайды деп айту үшін it doesn't work. Work жұмыс жасау. Жұмыс жасау және кейін айтамын. It doesn't work. Бұл жұмыс жасамайды. Қалай жұмыс жасамайды? Жақсы жұмыс жасамайды. It doesn't work well. Бұл жақсы жұмыс жасамайды. Бұл нашар жұмыс жасайды деп жалғастырайық. It
works, нашар, badly. It doesn't work well. Бұл жақсы жұмыс жасамайды. It works badly. Бұл нашар жұмыс жасайды екен. Мен ойлаймын, менің ойымша деген сөйлем, балалар. I think. Жаңа, өткен сабақта өткен болатынбыз, иә? Think, ол не деген сөз? Ойлау. Орысша айтқан кезде думать, иә? Балалар, мен сендерге тағы да естеріңе салайын. Мына TH әріпі екеуі қосылған кезде екі дыбыс береді екен. Біреуі the, екіншісі s. Қай жерде қандай дыбыс беретінін сол сөзді айтылып отқан кезде жаттап отырады екенбіз. Мысалы, there, анда, there, ол жерде the мен айтылады. They, олар, they, тоже the әрпімен белгіленеді екен. Think, ойлау, think, уже ойлау деген сөз, уже с деген дыбыспен айтылады екен бұл жерде TH. Сосын, рахмет айтқан кезде, иә, рахмет айтып, thank you деп айтамыз, иә, рахмет деп. Ол жерде де немен TH арқылы жазылады, бірақ с деген дыбыс береді екен. Мен ойлаймын, I think, ары қарай жалғастырайық, иә. Мен ойлаймын, I think, или немесе менің ойымша, I think, ол тарих сабағынан бермейді. Яғни тарих сабағын үйретпейді. He, мен ойлаймын, менің ойымша, he doesn't. Үйрету деген бізде қандай еді, балалар? Teach болады, не? Teach, преподавать, немесе сабақ беру, үйрету. I think he doesn't teach history. Менің ойымша, ол тарих сабағынан бермейді. Менің ойымша, ол тарих сабағын үйретпейді. Менің ойымша, немесе мен ойлаймын. Екі түрде де айтуға болады. Я думаю, что он не преподает историю. Ары қарай жалғастыра беруге де болады, болымды сөзбен. I think, мен ойлаймын, he teaches English. Ол ағылшын сабағын береді деп ойлаймын деп жалғастыра беруге болады. Келесі сөйлеміміз, ол ет жемейді деген қалай болады екен? Ер бала. He doesn't eat meat. Ет, мясо, ол саналатын зат есімге жатпайды. Сол үшін де алдына не қоймаймыз екенбіз? Артикль қоймайды екенбіз. He doesn't eat meat. Ол ет жемейді. Бірақ ол балық жейді деп қалай айтады екенбіз? Бірақ деген but he eats. С-ті ұмытпаймыз, иә? But he eats. Балық бізде fish. But he eats fish. Бірақ ол балық жейді. 14-ші сөйлеміміз, балалар. Тағы да. Мен ойлаймын, менің ойымша, бұл көмектеспейді. Менің ойымша, мен ойлаймын. I think. Я думаю. I think. Бұл көмектеспейді. It doesn't. Көмектесу деген етістік қалай еді бізде? Help болатын, иә? It doesn't help. Бұл не істемейді? Көмектеспейді. Менің ойымша, бұл көмектеспейді. I think it doesn't help. Я думаю, это не поможет. I think it doesn't help. Келесі сөйлеміміз, соңғы сөйлеміміз, 15 сөйлеммен тоқтайық, себебі біз бір сөйлемде, бір жолда 2 сөйлемнен жазып атырмыз, иә? Сонда 2 көбейтмесақ 30 сөйлем жазған болып саналады екен. Мен ойлаймын, ол білмейді деп. Я думаю, что она не знает. Менің ойымша ол білмейді. Тағы да менің ойымша I think. Ол білмейді. She болымсыз болғандықтан doesn't болады, иә? Don't деп қай кезде айтамыз дедік? I болса ғана you, немесе we, немесе they болса don't деп айтамыз. He, she, it болған кезде doesn't. She doesn't blue. No, иә?
K әрпі оқылмайды. Сонда I think she doesn't know. Менің ойымша ол білмейді. Немесе мен ойлаймын, ол білмейді деп ойлаймын. Енді, балалар, қысқаша жауап қалай болады? Алдында біз айтқан болатынбыз, қысқаша жауапта. No, I don't. No, you don't. No, we don't. No, they don't деп болады. Енді he, she болған кезде тура солай. No, he doesn't. Don't болмайды. Әрине, doesn't болады. No, he doesn't. Немесе no, she doesn't. No, she doesn't. Немесе no, it doesn't. No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. Сұрақ қоятын болсақ, мысалы. Does she know English? Ол ағылшынша біле ме деп сұрасақ. Yes, she does. Немесе no, she doesn't. Does it help? Бұл көмектеседі ме? Көмектессе yes, it does. Қысқа жауап. Көмектеспесе no, it doesn't. Яғни көмектессе yes, it does деп айтады екенбіз. Көмектеспесе does not деп айтады екенбіз. Does not деген қысқаша doesn't болады екен. Енді осының барлығын бір рет оқып шығайық, сонымен сабағымызды тәмамдайық. Lesson 6, present simple, negative. I, you, we, they болған кезде қосамыз don't, қосу етістік verb, болымсыз сөйлем жасау үшін, negative жасау үшін. He, she, it болған кезде doesn't қосылады, содан кейін барып етістік. Doesn't verb. Бірінші сөйлеміз. He doesn't get up late. He gets up early. Ол кеш тұрмайды, ол ерте тұрады. She doesn't live in America. She lives in England. Ол Америкада тұрмайды, ол Англияда тұрады. He doesn't want an ice cream. He wants chocolate. Ол балмұздақ жегісі келмейді, ол шоколад жегісі келеді. Бұл жерде мына want деген балалар қалау. Орысша айтқан кезде бір жегім келіп тұр. Бұл жерде eat деген не үшін біз eat деген сөзді қолданбаймыз? Eat деген жеу ғой, бірақ want деген ол біз қазақша орыстарда есть, кушать деген басқа етістікті да, бірақ хотеть деген басқаша, хотеть, хочу деген басқа етістік. Тура сол сияқты бұл жерде біз хотеть дегенді келеді деп айтамыз, қалаймыз. Қалаймыз, бірақ көп жағдайда біз бір нәрсе істегім келеді, жегім келеді, ойнағым келеді деген сияқты сөйтіп айтады екенбіз. Сол үшін де мен айтып отырмын, жаңағы ол балмұздақ жегісі келмейді. На самом деле ол балмұздақ қаламайды. Он не хочет мороженое, он хочет шоколад. Осының бәрін дұрыс түсініп алыңыздар. Келесі сөйлеміз. He doesn't watch TV. Ол телевизор көрмейді. Почему? Why? Because he doesn't have free time. Неге? Себебі. Because деген себебі. Because he doesn't have free time. Because себебі ода бос уақыт жоқ. Doesn't have жоқ. Free time бос уақыт. She doesn't read fast. Ол тез оқымайды, жылдам оқымайды, яғни ол жылдам оқымайды. She reads slowly. Ол жай оқиды, ақырын оқиды. He doesn't speak English fluently, but he speaks Kazakh fluently. Ол ағылшынша еркін сөйлемейді, бірақ he speaks Kazakh fluently, бірақ ол қазақша еркін сөйлейді. She doesn't swim well, she swims badly. Ол жақсы жүзбейді, ол нашар жүзеді. It doesn't seem interesting. Бұл қызықты сияқты емес. Қызықты сияқты емес. It seems boring. Бұл қызықсыз сияқты. Тоғызыншы сөйлем. He doesn't learn Chinese, but he learns English. Ол қытайша үйреніп жүрген жоқ, бірақ ол
ағылшын тілін үйреніп жүр. It doesn't snow. It rains. Қар жаумайды, жаңбыр жауады. It doesn't work well. It works badly. Бұл жақсы жұмыс жасамайды, бұл нашар жұмыс жасайды. I think he doesn't teach history. Менің ойымша, ол тарих сабағынан бермейді. Тарих пәнін үйретпейді. He doesn't eat meat, but he eats fish. Ол ет жемейді, бірақ ол балық жейді. I think it doesn't help. Менің ойымша, бұл көмектеспейді. Немесе мен ойлаймын, бұл көмектеспейді. I think she doesn't know. Мен ойлаймын, не деп ойлаймын? She doesn't know, ол білмейді деп ойлайды екенмін. Менің ойымша, ол білмейді. I think she doesn't know. Міне балалар, осымен бүгінгі сабағымыз тәмам. Мынау қысқаша жауаптар. Міне, иә? No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. I, you, we, they болғанда білесіңдер, иә? Ол no, I don't. No, we don't. No, you don't. No, they don't. No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't болады екен. Осымен бүгінгі сабағымыз тәмам. Келесі сабақта кездескенше барлықтарыңызға сәттілік, сау болыңдар балалар.